Taqырыбымыз Қазақ хандығының мемлекеттік саяси институттары. Сабақтың мақсаты Қазақ хандығының даму кезеңдері туралы және осы Қазақ хандығы тұсындағы әртүрлі заңды процестерді тұжырымдау және оның өрлеу кезеңінде бүгінгі сабақта айтыламыз. Ұлы дала еліне саяхат деп бірінші үй тапсырмасын қайталап кетейік. Мынандай бірінші сұрақ сіздерге қойылатын: Моңғол шапқыншылығы кезінде қазақ жерінде қандай мемлекеттер құрылды? Нағима. 13 ғасырдың басында Дешті Қыпшақ жерінде Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстанда ең ірі мемлекет құрылды. Ол Ақ-Орда. Ақ-Орданың негізін қалаушы Ежен Буға болды. Оның территориясы оңтүстік Қазақстанда осы Арал теңізі шығысында тауларды алып жатыр. Оның астанасы Сығанақ болды. Жақсы. Осы Моғолстан Ақ-Орда мемлекеттерімен қарым-қатынас кезінде Моғолстан мемлекеті құрылды. Кім айтады Моғолстан мемлекеті туралы? Қысқаша ғана. Моғолстан мемлекеті 14 ғасырдың ортасында Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде қалыптасты. Оған Қазақстан жерінің оңтүстік шығыс Қазақстан және Түркістан облысы және Азияның кейбір аумақтары кірді. Астанасы қай қала? Алматы қаласы. Жақсы. Жошы ұрпақтары 15 ғасырдың 20 аралығында қақтығыс болды. Осы кезде құрылған мемлекеттер болды. Бұл. 15 ғасырдың 20 жылдарының соңына қарай шығыс хан ұрпақтары мен көшпелі түрік шынжырлардың арасында қиын-кесті күрестердің арқасында билік Орда Ежен мен Тоқа Темірдің қолынан Шайбан ұрпақтарына берілген болды. Яғни осы Алтын Орданың әтіреуі кезінде бізде Алтын Орданың ішінде жалпы екі саяси тәуелсіз мемлекет құрылған. Яғни оның біреуі Ноғай ордасы болса, ал екінші Шайбан ұрпақтары басқарған биліктегі жерлер болатын. Осы 1428 жылы Алтын Орданың соңғы ханы Барақ қайтыс болғаннан кейін хандыққа Әбілқайыр хан батыс сібірдегі Тура қаласындағы хан болып жарияланады. Яғни бізде Алтын Ордадан кейінгі құрылған мемлекет ол бізде Әбілқайыр хандығы 1428 және 1460 жылдар аралығында. Жақсы, өте жақсы. Енді мынандай сұрақ. Ұрыс хан туралы кім дерек береді? Ұрыс хан. Тағы. Ұрыс хан 1360-1376 жылдар аралығында билік еткен. Шынтайдың ұлы Ұрыс хан. Ұрыс ханның кезінде Алтын Ордадан Ақ-Орда бөлініп шыққан болатын, және де Ұрыс ханның кезінде Ақ-Орда едәуір дамыған болатын. Ұрыс хан Ақ-Орданың экономикасын дамытуға өте үлкен үлес қосты. Яғни ішкі саясатында қалаларды дамытқысы келді, мәдениетті дамытқысы келді. Сырдария алқабындағы отырықшыл егіншілікпен айналысатын халыққа баса назар аударды, және де сол жақтағы қалаларға да назар аударды. Ал сыртқы саясатына келетін болсақ, оның сыртқы саясаты тек қана Әмір Темірдің шапқыншылығына төтеп беру болды. Жақсы, өте жақсы. Мынандай сұрақ: Қазақ хандығының 550 жылдығы мерейтойы туралы кім айтады? Керей мен Жәнібек шу өзендерімен талас өзендерінің бойындағы қазақтың туын көкке көтерілгеніне 550 жыл толып отыр. Бұл мерейтой 2015 жылы тойланды. Бұл мерейтойдың тойлану себебі қазақ азаматтарының патриоттық сезімін арттыру мен қазақ халқын нығайту болды. Өте жақсы болады. Бала берлеріңізді мына қазақ хандығының туына кім айтады? Не бейнеленген? Қане? Мәңгілік символы. Одан тұрды. Ана шет жағындағы 3 жұлдыз ол қазақ халқындағы 3 жүзді білдірсе, ал ана ортасындағы белгі ол мәңгіліктің символы десек. Мәңгілік символы. Кейін бізді қалай аталды? Мәңгілік еліміз деп аталған болатын. Жақсы балалар, Жанар, Нағима, Балауса, Ернұр, өте жақсы баға қойған. Және Абай, Гүлім, жақсы деген баға қойып, онда қазір жаңа тақырыпқа өтейік. Жаңа тақырыпқа өту барысында балалар мынандай сұрақтар қоямын. Байланыс сұрақтары. Өткен тақырыппен мынандай сұрақ: не себептен
қазақ болып қалыптасуы 150-200 жылға кешеуілдеп кетті. Кәне? Халық болып қалыптасу себебі үрдісі 150-200 жылға кешеуілдеу себебі моңғол шапқыншылығының болуы және рулар арасында қақтығыстар, сыртқы соғыстар және жер-су күрестер болды. Өте жақсы. Олар мынандай термин бар, еркін адамдар деген. Не айтасыздар, еркін адамдар деген? Мысалы қазақ атауының шығуын айтатын болсақ, ежелгі сібір тайпалары мықты, алып және берік деген мағынада білдірген. Ал айта кететін болсақ, ежелгі араб қыпшақ сөздігінде еркін кезбелер, ал ежелгі көне түрік дәуірінде еркін адамдар. Орыс ғалымдарының айтуы бойынша қазақ, яғни қаз, ер жігіт деген мағынада қолданылған. Моңғол шежіресі Сақ берен тайпа. ер жігіт. Егемен қосылысы. Жақсы, мынандай сөз. Шоқан Уәлихан не? Қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың айтуынша ер, шабытты, мықты, күшті деген мағынада айтылған. Жақсы, мынандай сұрақ сізге. Бұл деректерді қайдан алдыңыз? Бұл деректер араб, парсы, византия және түрік, ежелгі түрік жазбалары деректері Бұл бойынша. жерде қазақ атауы қалай жазылады? Аса, қасса, қайсақ, гайсып және тағы да басқа. Өте жақсы. Енді қазақ хандығы отыра ғой. Қазақ хандығының құрылу барысында үлкен әсер еткен бұл жерде Моғолстан мемлекеті мен Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы туралы қысқаша кім айтады? Тағы. Кәне, айып айта ғой. Әбілқайыр хандығы қырық жылдары шығыс дешті қыпшақтар өзгеріске ұшырады. Осылайша Әбілқайыр хандығының көптеген ұғымдары болды. Олар өзбек ұлысы және Әбілқайыр ұлысы, көшпелі өзбектер мемлекеті деп, оның ішінде дұрысы Әбілқайыр ұлысы болатын. Әбілқайыр 1457-1458 жылдар аралығында ойраттардан жеңіліске ұшырап, осылайша дешті қыпшаққа көшуге мәжбүр болды. 1468 жылы Әбілқайыр. Өте жақсы. Отыра ғой. Қазақ хандығының құрылуына қандай әсер берді? Кім айтады қазақ хандығы туралы? Тағы. Көтереміз. Кім? Кәне қыздар. 15-ші ғасырдың бас кезінде қалыптасып келе жатқан қазақ этносының әртүрлі бөліктері үш мемлекетте, яғни Әбілқайыр хандығында, Ноғай ордасында және де Моғолстанда болды. Қазақ тайпаларының бірігу ісі Орыс ханның ұрпақтары Жәнібек пен Керейдің қолында болған болатын. Өте жақсы. Отыра ғой. Қай жерде қазақ хандығы ең бірінші Есенбұға жер бергеннен орналасты? Кім айтады? Кәне? 1457-58 жылдары Әбілқайыр хан ойраттардан жеңіліс тапқаннан кейін ол өз еліне қатаң заң орнатқан болатын. Бұл көптеген халықтың наразылығын тудырған болатын және де 1478 жылы Керей мен Жәнібек сұлтандары Моғолстан жеріне көшіп барады және де Жақсы. Қысқаша айтшы маған, қай жерде орналасты? Моғолстан ханы оларға шудың қасынан жер береді және ол жерді олар қозы басы деп атаған болатын. Жақсы. Шу мен талас өз жердің ортасынан бала қандай жер береді? Отыра ғой. Не себепті бұл жерді қозы басы деп атады? Не себепті? Кәне абай айтады. Неге қозы басы деп атады? Балауыз айтады. Неге қозы басы деп атады? Кім айтады кәне? Кім біледі? Қозы басы деп аталған себебі қазақтарға берілген ең бірінші жер болғандықтан және кішкентай жер болғандықтан. Жоқ, қозыбасы деп аталу себебі өзі талға жаттағанда қасындағы таулардың біреуі қозыға ұқсайды. Сол себептен сол жерде қозыбасы деп атады. Өте жақсы. Балалар, енді қазақ хандығының құрылуы да аңыз әңгімелер де бар. Қандай аңыз әңгіме білесіңдер? Алаш хан туралы. Камила, қазір Ерте заманда бір байдың баласы туылады, бірақ ол ала болып туылғандықтан оны жаман ырымдеп өлтіруге тура келеді. Сөйтіп оны өзенге ағызып жібереді. Алайда ол баланы балықшы көріп, аман алып қалып, соны өсіреді. Өсе келе ол бала нағыз батыр атанып қазақ жерін қорғайды. Және де оны көрген хан өзінің баласы екенін танып, кейін өзінің қалған 3 баласын соған серік ретінде қосып береді. Сөйтіп осылайша
300 құрылады. Өте жақсы. Қазір орталық Қазақстан жерінде Алашахан кесенесі бар балалар. 3 бауырын 3 жаққа жіберіп, шекараға жіберген дейді. Осыдан жүздер пайда болды дейді. Оны жақсы білесіздер, ұлы жүз, кіші жүз және орта жүз. Әрқайсысының ұраны бар. Мысалы, ұлы жүзге мынандай ұран берген, қолына қауға берді, малға қой деген. Орта жүзге қолына қалам берді, дауға қой деген. Кіші жүзге қолына найза берді, жауға қой деген. Міне осындай. Енді балалар, осыдағы тойды келесі мемлекеттік билік барысына мәмілелейік. Үйге тапсырма берген болады. Білгеніңізде осы туралы ең бірінші билік басы хан. Хан кімден айтамыз? Кәне тағы. Қыздар қатысып өтсіңдер. Кәне бұл? Хан дегеніміз ең жоғарғы сатыда тұрған адам болатын. Ол барлығынан Басшы билеуші, ең жоғарғы билеуші кімден сайланады хандар? хандар ол Шыңғыс ханның Дұрыс, Шыңғыс ханның ұрпағынан Ақсүйектердің отыраға қойды. Тақтың қолтырып, ханның жалпы қандай құқықтары бар? Қандай құқықтары бар? Хан дегеніміз, яғни оны тек Шыңғыс ханның ұрпақтары ғана жариялай алады. Себебі оның руларының ең үлкен адам болу керек. Жалпы негізі ханды сайлаған кезде оны ақ киізге отырғызатын, кейін оны отырғызғаннан кейін 3 рет хан деп айғайлап, барлығы бірге сонда сайлайды. Егер де жалпы айтатын болса, ханның өзінің құқықтары болды. Мысалы, оның құқығы ол кез келген уақытта өзінің аумағындағы адамның өлім жазасына кесіп, немесе оған кешірім бере алатын. Ал екіншісі ол басқа хандармен, басқа билермен жақсы қарым-қатынаста бола алатын. Яғни көптеген шешімдерді қабылдайтын біздегі ол хан болатын. Ең үлкен адам ол яғни бізде хан. Жақсы, мынандай термин бар болды. Хан талапай дегеніміз не? Кәне бар? Хан талапай дегеніміз сол ханды жаңағы айтып кеткендей ақ киізге сайлап, ақ киізге отырып сайлайды. Сайлағаннан кейін хан өзінің дүние мүлкін, яғни сол хан болғаннан кейін сол дүние мүлкін өзі қара халық өздері сол жерде ырымдап алады. Хан талапай деген осы жақсы. Келесі терминімізде сұлтандар деген сөздер. Кәне сұлтандар. Тағы сұлтандар деген сөздер. Кім сұлтандар деген? Кәне кім айтады? Және сұлтандар деген кімдер? Сұлтандар ол хандардан кейін тұратын билік, және сұлтандарға Шыңғыс ханның ұрпағы. Шыңғыс ханның ұрпақтарына беретін атақ. Егер де хан өлетін болса, осы сұлтандардан хан сайлайды. Жақсы, отыра ғой. Келесі билер деген кімдер? Тағы балауса. Бізде хандар мен сұлтандардан кейінгі мемлекетті басқару иесі ол билерге берілген болатын. Билер дегеніміз кім? Билер дегеніміз жергілікті жерлердегі барлық билік иелеріне тиіс болғандықтан, олардың билік руы мен тайпалары неғұрлым жоғары болса, олардың ықпалы да соғұрлым беделді болды. Және де неғұрлым ықпалы жоғары билер хандардың жандарында кеңес құрған болатын. Осылайша қарапайым халық тек мемлекет басқару ісіне ғана емес, шешуші дауысқа да ие болды. Жақсы. Балалар, қандай билерді білесіңдер мықты? Мысалы, ұлы жүзден қандай би сайланды? Төле би. Орта жүзден? Кіші жүзден? Қандай заң шығарды осы билердің арқасында? 7 жарғы. Жақсы. Мынандай сұрақ. Құқықтық кезінде, құқық бұзушылық кезінде халықтан шыққан қарапайым адам билерді қалай таңдады? Тағы кім айтады? Кәне болса? Мысалы, егер де бір адам өмірінде, мысалы, құқық бұзушылық жағдай болса, ол өзінің мәселесін шешу үшін билердің алдына барады. Ал қандай адам шешетіндігін білу үшін ол өзінің қамшысын бір бидің алдына тастайды. Өте дұрыс. Сонда би деген өте адал, әділетті,
шыншыл осындай адамдар халық арасында беделі өте мықты адамдарды ғана сайлайды. Оларды тектілер ұрпағы дейді. Келесі батыр. Батыр дегендер. Тағы кім? Қане және батыр деген кім? Батыр дегеніміз ол ержүрек, батыл болып келетін, әскери өнерді жақсы білетін, ерлігі үшін атағы шыққан, және де ел үшін, жер үшін жанын беретін адам. Батыр деген атақ қай кезде берілді сонда? Қай кезде? Найзасынан. Қай кезде батыр атағы берілді? Шайқас кезінде, соғыс кезінде батырлық көрсеткен батыр атағы берілді. Отыр ғой. Батыр дегенді қайдан білеміз? Қазір мысалы офицерлерді погоннан білеміз, а батыр деген атақ қайдан білеміз? Олардың батыр екенін біз қылыштарында шашақтары болғанын біле аламыз. Таныс қылышында найзасында, қалқанда шашақ отыра ғой. Ал жай жауынгер болсын, найзасында ешқандай енді болмайды. Ал егерде хас батыр деген бар, батырдың батыры, оны қайдан білеміз? Хас батырдың жаңағы найзасында, қалқанында шылдырлап жүреді, ол жүрген кезде ол шылдырлап жүреді бірге. Сол арқылы оның хас батыр екенін білеміз. Өте жақсы, балалар. Жауаптарына қазір екінші тапсырманы орындаймыз. Ол тапсырма бойынша осы жаңа тақырыптың кесте арқылы жұмыс жасаймыз. Стоп.